Алматы қаласы жоғарғы медицина колледжінің жалпы гуманитарлық пәндер кафедрасының география пәні оқытушысы Бисекенова Жанар Сәрсенбековна. Латын Америкасы елдері. Сабақтың мақсаты: Латын Америкасы елдерінің экономикалық географиялық жағдайына сипаттама беру, елдердің экономикасының ерекшеліктерін анықтау, дағдыларын дамыту. Сабақтың міндеті: Латын Америкасының дамуының әлеуметтік экономикалық деңгейін көрсету және табиғи ресурстарына баға беру. Сабақтың мазмұны: географиялық орны, экономикасы, пайдалы қазбалары, халқы. Латын Америкасы деп Америка құрама штаттарынан оңтүстікке қарай орналасқан елдерді атайды. Картаға қарағанның өзінде бұл елдердің үлкен және кіші, халқының қоныстануының сирек және тығыз, жазық және таулы, континенттік және аралдық әр алуан елдер екені көрінеді. Латын Америкасы елдерінің экономикалық дамуының өзіне тән сипаты соңғы ондаған жылдар ішінде ұлттық табыстарында ауыл шаруашылығы үлесінің біртіндеп азаюы және өнеркәсіптің үлес салмағының артуы болып отыр. Жетекші үлкен үштікке Аргентина, Бразилия, Мексика кіріп отыр. Екінші орында Венесуэла, Чили, Колумбия және Перу. Өндіріс салалары: аймақ экономикасындағы негізгі өнеркәсіп саласы кен өндіру. Сонымен бірге химиялық өндіріс, қара металлургия, машина жасау және құрылыс материалдарын өндіру жақсы дамыған. Ауыл шаруашылығының жетекші саласы егіншілік. Егіс алқаптарында дәнді дақылдар, негізінен бидай мен жүгері басым. Коста-Рика және Гаити елдерінің ауыл шаруашылығында экспорттың маңызы бар дақыл кофе өсіріледі. Бұл суретте көріп тұрғандарыңыз Бразилияның апельсиндері. Бразилия дүниесінде апельсин жинаудан бірінші орын алады. Пайдалы қазбалардың тас көмір, қоңыр көмір, мұнай, табиғи газдың, темірдің, марганецтің қоры мол. Өндіруші салалары: мұнайдың Венесуэлада, Мексикада 80% өндіріледі. Чилиде мыс, Бразилия, Мексикада темір өндіріледі. Халқы: Латын Америкасы тұрғындарының этностық құрамы өте ала-құла. Европада барғандардың ұрпақтары, метистар, мулаттар, үндістер қоныстанған. Жалпы, Латын Америкасы халқы тез көбейіп келе жатқан аймақтардың қатарында. Жергілікті халқы үндістер, ал шеттен келіп қоныс аударғандарға португалдықтар, ирландықтар, негрлар, басқа европалықтар және метистар мен мулаттардың саны көбеюде. Үндістер Американың байырғы тұрғындарының жалпы атауы. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Латын Америкасында 45 миллионға жуық үндіс бар. Үндістер осыдан 20 мың жыл бұрын қоныс аударған. Алайда, екі континенттің байырғы халықтарының дамуы әртүрлі болған. Солтүстік Американың үндістері әрі жер игеріп жүрген кезде Оңтүстік Американың үндістері мемлекет құра бастаған. Сонымен
Латын Америкасы экономикалық және әлеуметтік дамудың көптеген көрсеткіштері жөнінен Азия мен Африканың азаттық алған елдерінен алда келеді. Үйге тапсырма. Үйге келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма, яғни осы картамен, әрбір тапсырмада бізде картамен жұмыс өте көп болады. Сондықтан да бірінші тапсырмада біз осы картаға қарап, Латын Америка елдерін атаймыз. Екінші, Латын Америкасындағы мұхитқа шығу мүмкіндігі жоқ елдерді атаймыз. Үшінші, Анд елдерін атаймыз, ал төртінші, орталық Америка елдерін атаймыз. Екінші тапсырма. Бұл жерде жоспарға сәйкес атлас және де басқа да ақпарат көздерін пайдалана отырып, бір Латын Америкасы елдерінің экономикасына сипаттама береміз. Яғни, осы жоспар бойынша бірінші табиғат ресурстарына, екінші өнеркәсібіне, үшінші ауыл шаруашылығына, төртінші елдің экономикалық дамуы туралы қорытынды жасаңыз. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада келесі түстер бойынша мемлекеттік тілдерді анықтайсыздар. Назарларыңызға рахмет.